Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера достар. Бүгін біздер достар қалай тегін мегабайтты, яғни интернет қалай алуға болатын жайлы айтатын боламыз. Видео басталмай жатып сіздерге достар мини конкурс ұйымдастырғалы жатырмын. Мини конкурс достар 5000 теңге бар. Қазір менің шотымда 1000 теңгесін конкурс ұйымдастырайын деп жатырмын 1000 теңгеге. Оны ұтып алу үшін достар шарттар өте оңай. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарийға бірінші достар жайлап бастайық. Арнаға тіркелу, осы видеоға лайк басу және де достарыңызға осы менің каналымды жіберу және де ата-анаңыздың аға әпкелеріңіздің мені тіркеу керек. Солардың телефонымен кіріп менің Ера деген каналыма тіркеп неге описанияға осындай деп жазып кетсеңіздер көбірек шанс болады ұтып алуға достар. Сондықтан ата-анаңыздың телефонымен де маған тіркеліп қойыңыздар. Және де достар менің ВК группам және де ВК страницам барлығына тіркеліңіздер, инстаграмға бәріне тіркеліңіздер. Шарттардың бәрін орындап болған соң достар мен қатысамын деп ВК-ларыңыз ссылкасын тастап кетсеңіздер болды достар. Конкурс 2 күннен кейін, яғни бүгін 3-і болса 2 күн 6-сына жауабы шығатын болады. 6-сы күні жауабы шығатын болады достар. Сондықтан сіз лайктарыңызды басыңыздар. Кіресіздер достар. Play Market'ке фаворит қосылып та, осы бірақ фаворит бір түрлі. Осылай түсіре берейікші. Play Market'ке достар, былай жазасыздар. Сіздер енді нақты атын жазбай-ақ қойын. Бірақ та былай оңай қып тегін интернет десеңіздер де шығады. Міне достар, Скоп пен қауіпсіз Wi-Fi үшін тегін деп тұр ғой, міне. Соны басасыздар достар. Басқасын істеп қоймайсыздар. Басқасын жүктеп алып аяқ қойыңыздар. Осы міне жүктеуді басасыздар. Мен қазір жүктеп қойдым. Бірден ашу етеміз. Дәл осылай кіреді достар. Дәл осылай кіреді. Енді кірген кезде достар, басында қосылмай тұрады, өзі бірдеңелерді басып қосасыздар. Қосылған кезде мегабайтты достар былай аласыздар, қараңыздар. Міне наған кіресіздер. Қазір көрсетейін. Мен бұда мынаны басасыздар достар. Мынаны басасыздар. Көрдіңіздер ме? Осын басасыздар. Get permission, сондай басасыздар. Енді мынаны басасыздар. Мегабайт алу үшін достар, мынаны және де мынаны бассаңыздар мегабайт береді. Бірінші мынаны басайық. Енді достар мынаны басамыз. Енді басайық. Басасыз, тегіннен тегін қазір мегабайт береді. Міне достар, мегабайтты берді. X-ті басайық қазір. X басылмай кетті. Қараңыздар достар, 330 бірдеңе ет, бағана 384 болып кетті, көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, 384, мынаны басасыздар. Мінеки 409 мегабайт болды уже бізде. 409. Енді тағы да мегабайт көп керек болса, мынау осында күтіп тұрған кезде бұлай жарнамаға кіреді видеоға. Бір кездер істейді, бір кездер істемей қалады ол достар. Баса беріңіздер. Достар, дәл осылай видео не шығып кетеді. Осыны басып, клел видео деп тұр ғой, міне. Мынаны басасыздар. Осын басамыз.
Міне достар 25 мегабайт берді. Осын бассаңыздар бере береді, видео көрген сайын бере береді. Тағы да бір жолы достар, мынаны көріп тұрсыздар ма? Так, ай жоқ, міне мынаны көрдіңіздер ме? Басик деген тұр ғой, соны басасыздар. Және де мынау. Ай, басикті басамыз. Және де мынаны басамыз достар. Осыны басамыз дағын. Және де мына астындағы мынаны басамыз. Көрдіңіздер ме? Енді осыны басамыз. Былай аққа өтеді. Және де көріп тұрғандарыңыздай мына жерден мынандай сандық не шықты, дорба. Қазір сол дорбаның уақыты біткен кезде тағы да мегабайт беретін болады достар. Тағы да мегабайт береді. Смело. Бұдан мегабайтты үйіп алуларыңыз болады. Қазір қалай қосуға, қалай істейтінін қазір мен сіздерге көрсететін боламын достар. Так. Қазір міне get. Басамыз get дегенді. Реклама шықса. Шығып кете саламыз рекламадан. Көп уақыт тұрмасаңыздар да болады. Қызық болса көріп тұрсаңыздар болады. Өздеріңіз білесіздер, міне мегабайт берді. Көріп отырғандарыңыздай бізде қазір. Мына жерден көп не шығады қазір көрсетемін. Осындай дорба көп шығады, соны шыққанша баса бересіздер достар. Шыққанша баса бересіздер. Сіздерде мегабайт болмаса, бұны әкелеріңізден, аналарыңыздан Wi-Fi қосып та істеп алуыңызға болады. Бұны мегабайт алу үшін бірінші мегабайтпен осыған кіріп, осыларды орындасаңыз береді достар. Бәсе. Бұна реклама шыға берді қайта. Так, міне сандық шыға береді достар, шыға береді. Мегабайт бере береді, мегабайтты ала бересіздер. Және де қазір мен сіздерге тағы да мегабайт көп беретін жерлер бар. Мен мегабайтым жоқ кезде достар, осымен видео түсірем, осын қосып қойып, Free Fire'ға от души отырасың достар. Free Fire'да от души 1-2 сағат отырсың деп қосылмайды. Және де ең бастысы достар, сет нормально ұстау керек сіздерде. Мысал үшін, көбінесе достар, барлық нелерге де қосыла береді. Көбінесе достар, так, активке көбінесе көп қосылады. Міне, мына жерде көріп тұрсыздар ма? Так. Міне актив деп тұр ғой теледваның жанында екінші. Сол активке көп қосылады. Қазір мен көрсететін боламын, активте менде қазір едінісі жоқ. Так, бітті ме? Біткен сияқты сандықтар. Енді кіріп көрейік. Бізде 559 мегабайт достар, көріңіздер ме? Халибі біз бағана кіргенде 300 еді, енді 500. Енді бұдар андайлар бар, наған кірсен, мә жоқ. Бір не шығады достар бір кезде. Осы жерден тағы да бір жазу шығады еді, соған кірсеңіздер, Фейсбугына, Инстаграмына тіркелсеңіздер 200 мегабайттан береді достар. От души береді ол бұл мегабайт достар. Аямайды міне. Осы видеоны да басып тағы да 600-ге жетіп ұстау керек еді. Жарайды, сет ұстамай кеттім менде. Бұлай кірсеңіздер. Қазір. Сет вообще қуып кетті. Мынаны бұлай басасыздар. Мен телефоным қатып жатыр. Осылай бірдеңе кіреді, сол кезде бұлай шығып кетесіздер да. Тағы 1 мегабайт берді достар. Тағы 25 мегабайт. Смелай 584 мегабайт бар бізде. Сөйтіп мегабайт таба бересіздер. Енді достар теледваның сетін өшіреміз. Актив. Қазір сіздерге мегабайтын тексеріп көрсетейін. 120 қалай тексеретін еді? Активті мегабайтты қалай тексереді достар? Актив. 111, 3 беді.
жоқ ей, 111 3 емес қой. Міне достар, теңгерім 0. Нем жоқ көрдіңіздер ме? Мегабайтым жоқ енді. Активке қосайын енді. Активте біз жақта H+ ұстайды. Да, біз жақта H+ ұстайды. Өзім H+ көп қойғам, H+ нормально. Сіздерге былай кіріп көрсетейін ВК-ға. ВК-ға мысал үшін кірмейді. Міне, жаңартылуда вообще ашпайды. Достар, көрдіңіздер ме? Мегабайт жоқ ішінде. Енді былай Scoopeng'е кіреміз достар. Scoopeng'е кіреміз де, мына басамыз. Мынаны басамыз. Мен домалақ тұр ғой ортада. Осыны басамыз. Қосылмай жатса, интернетті өшіріп қосамыз. Міне, өшіріп қосамыз. Енді қараңыздар. Міне, қосылды. Так, міне, үстінен кілт шықты. Міне, көрдіңіздер ме? Кілт. Кілттің үстіне басамыз, мегабайт өтіп жатыр ма? Міне, 2-1, 3-3, 3-5-4 мегабайт өтіп жатыр. Енді міне ВК-ға кіріп көрсетейін. ВК. Давай ашай. Жоқ, қазір бұлай бітейін. ВК-ны бір бітіп. Жоқ, бұда істеп тұр ма, бір көре салайын. Істеп тұр. Енді ВК-ға кіріп көру керек енді. Міне ВК-ға кіреміз. Енді көрейік. Ашайшы. Не болды саған скейт? Мәне достар, смело ашып отыр. Көріңіздер ме достар? Смело ашат бәрлігін. Міне друзьяға да кірейік. Енді шамалы қатып істеп атқан шығар. Шамалы қатып не аватыр енді. Бірақ міне достар, хабарламалар деп тұр, көрдіңіз бе? Міне. Сет жоқ болса хабарлама деп шықпайтын еді. Бәрін ашып тұр, жақсы. Міне сіздерге жазып та көрсетейін. Міне хабарламам не үшін қосылуда? Міне достар, барды көрдіңіздер ме? Енді осылай достар. Осы үшін смело лайктарыңызды басыңыздар достар. Сіздермен бірге болған Ера, сау болыңыздар.